Қазақстан Республикасында 135-тен аслам миллет вакиллері тату өмір сүріп келатыр. Солар менен бір қатарда Қарақалпақстаннан қоныс аударған жерлеслеріміз ауыз бірлікте тұрып атыр. Нұрсұлтан қаласындағы Жайхон, Атырау қаласындағы Еділ Жайық, Ақтау қаласындағы Аллаяр жолы, Алматы қаласындағы Әму жағасы этномәдени орайларының ашылып жұмыс алып баруы сөзімізге дәлел. 2017 жылы сентябрь айында Алматы қаласында Әму жағасы этномәдени орайы ашылды. Орайдың ашылуындағы мақсеті халқылар достығын бекемлеу, Қарақалпақ тілін, милли үрп әдет дәстүрлерімізді жас әулетқа үгіт насихатлау болып табылады. Этномәдени орай Алматы қаласында өткеріліп атырған біраз мәдени іс-шараларға қатнасып, Қарақалпақ халқының мәдениетін кеңінен таныстырып келатыр. 2021 жылы 9 май күні Алматы қаласында Жиенбаева көшесі 55 үйде Әму жағасы орайы атынан Қарақалпақлар үйі ашылды. Бұл мерекеге Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан көшіп келген ауылдастар, ақсақаллар, ағайындар қатнасты. Мерекеде ақсақаллар тарапынан Әму жағасы жұмысын алға ілгерілеу үшін бір қатар жақсы пікір һәм ұсыныстар айтылды. Және Қарақалпақ үйінде қойылған музей экспонатларды тамашалау, сәубетлесу өткерілді. Ашылып атқан офисқа бекер құрбол келмейін деп, енді әйтеуір өзіңе басшы ретінде бір стол болады ғой. Соған мынаны әкелдім мінекей. Кітапларды мен Нүкістен 2015 жылы әкелген екенмін. Содан бері әне беремем, не берем деп жүргенде енді жағдайлар әрқилы болды. 68 жылы шыққан Қарақалпақстан кітабы, Қарақалпақ қаулылары 77 жылы шыққан екен. Енді ескерген таза емес, қолданған неден тауып алып келдім. Мынау 84 жылы шыққан Қарақалпақстан хақында кітабы. Осыны мен мирас етіп тапсырдым.
Hürmetli jerdesler, бүгінгі Қарабалар үйі ашылуы әмеңізге құтлы болсын. Көптен бері ниет етіп жүрген реже іске асып қуанып атырмыз. Осы үйдің ашылуына көпшілігіміздің үлесіңіз мол. Әму жағасы этномәдени орайы жәмәті іс-шараларына белсене қатынаспақта. Жыл сайын өткеріліп жатырған Наурыз байрамы осы жылы 2021 жыл карантин шараларына байланысты тоқтатылды. Наурызда шүгірлестіруге ат салысқан жерлестерімізге алғысым шексіз. Осы Наурызға ағайындардың қолдап қуатлаған қаржылары Қарақалпақ үйіне арналған экспонатларға қосымша болды. Қарақалпақстаннан келген жерлестер, бәріңізді Қарақалпақлар үйінде күтеміз. Келіңіздер, ауызбіршілігіміз мәңгі болғай.